Здравствуйте, уважаемые мои подписчики. Сегодня я решил выйти в прямой эфир и прочитать вам мое стихотворение на казахском языке, которое называется «Айқын болсын». Істегенің болса шаттық той, мақсатымыз айқын болсын. Сүй топырағыңды, еліңді сүй, мақсатымыз айқын болсын. Гүл отаныңа назар аудар, туған еліңнің байрағын желбірет. Жақсылық ет, салмақты сөйле, мақсатымыз айқын болсын. Жел күшейіп, қонар көшер, сауық өтер, сайран өтер, дәуір өтер, дәурен өтер, мақсатымыз айқын болсын. Рүстем, то есть я, дауға түспе, денің сау болып халқыңа адал патша бол. Бұл мызғымас дәурен кезінде, мақсатымыз айқын болсын. Спасибо за внимание.